Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай, тез дайын болатын торттардың бірі тирамису тортын әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Алдымен ыдысымызға 33-35% сливки құямыз. Мен алдын ала құйып дайындап қойдым. Үстіне творожный сыр саламыз. Одан кейін сахарная пудраны салып, миксерлейтін боламыз. Бізде осындай қою крем шығады. Енді осындай тирамисуға арналған печенье болады. Савоярди деп аталады. Кез келген кондитерлік магазиндердің барлығында сатылады. Одан кейін осындай крепкий кофе қажет болады. Тирамису тортының бортигін жасау үшін осылай бір шеттерін осылай кесіп дайындап қоятын боламыз. Кальцоны дайындап қоямыз, шетіне кремді жағып шығатын боламыз. Кремді қатты кальцоға тақап жақпай қойыңыздар. Егер кремдеріңіз кішкене сұйық болып қалса, крем сыртына қарай шығып кетуі мүмкін. Менде қою болғаннан кейін шыққан жоқ. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей тізіп қойып шығатын боламыз. Ендігі кезекте кофеге бір батырып, тізіп салып шығатын боламыз. Кофеге салған кезде толықтай салмайсыздар, тек жарты бөлігіне дейін салып, тез алып қоятын боласыздар. Ұзақ ұстап қалсаңыздар, кішкене езіліп кету мүмкін. Одан кейін үстіне крем жағамыз, сосын тағы да солай қойып шығамыз. Менде 3 қатар болды. Бәрін осылай кезек салып шығатын боламыз. Бетіне кремді осылай жағып шығамыз, содан кейін какао себетін боламыз. 2-3 сағатқа холодильникке қоя тұрамыз. 2-3 сағаттай қоятын болсаңыздар, бізде тирамису торты кремі бәрі бір-біріне сіңіп, көлемін үлкейтетін болады, яғни биіктігі көтеріледі. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.